Қайырлы күн баршаңызға достар. Сіздермен бүгін шиеден тосап жасайтын боламыз. Яғни вишнядан варенье жасайтын боламыз. Ал менімен бірге болыңыздар. Бисмиллах деп бастайық. Бірінші осылай шиелерімізді алып, жақсылап жуып тазалап алатын боламыз. Одан кейін бір ыдысымызға салып, қайнатамын деген ыдысыңызға салып, осылай қанттарыңызды сабалсаңыздар болады. Менде бұл жерде 4 килограмм шие, 4 килограмм шиеге 4 килограмм шекер салатын боламыз. Қант дейді бір жерде шекер дейді. Салып, жақсылап арасына дейін кіргізіп салып шығатын боламыз. Менде бірінші 2 килограмм, енді 2 килограмм салып, жақсылап осылайынан бір-бірінің ішіне кіргізіп тұрып саласыздар. Одан кейін бұны 6-7 сағатқа қалдырасыздар. Менде уже кеш болды. Түнімен тұрады менде. Азаннан бастап қайнататын боламын. Мінекей біздің жаңағы шиеміздің суы шығып, әдемі болып тұр. Енді газдың астын жағып қоятын боламыз. Арасын осылай араластырып тұрыңыздар. Шекеріміз ыдысымызға жабысып қалмау керек бізде. Көбігі шығады, осылай көбіктерін алып тастаймыз. Бірінші көбігін мен алып тастадым. Қатты көпіршіп қайнаған екен, алып тастадым. Байқап тұрмасаңыздар тасып кетеді. Сол үшін төмен алауда қайнататын боламыз. Бір қайнатып өшіріп қоясыздар. Одан кейін 1-2 сағаттан кейін демалдырып және бір қойып қайнатып аласыздар. Мінекей менің вареньеларым дайын болып қалды. Осылай көпіршиді, ештеңе қылмайды. Бұны осылай сапырып жібереміз. Астын төмен алауда бір 20 минуттай қайнаттым мен. Енді банкаларымызды сумен стерилизация етеміз боламыз. Осылайынан ыстық суларды құйып, крышкасын жауып шығамын. Осылайынан барлығына құйып, крышкаларын жауып шығамын. Ыстық суға салбасаңыздар да болады. Крышкасын мен салмай, осылайынан қойып, жауып тастай беремін. Барлығына бірдей толтырып құйсаңыздар да болады. Мен жарты-жартыдан құйып шықтым. Мінекей біздің вареньеміз уже дайын. Енді банкымызды алып, үстіне құйып, жауып тастайтын боламыз. Мінекей араластырып құйып тастай бересіздер, ешнәрсе қылмайды. Бұл шекерге әбден қайнағаннан кейін вареньеларымыз атылмайды. Осылайынан барлығын құйып алып, бұрап айналдырып шықтым. Жасап көріңіздер, өте керемет болады шиенің вареньесі. Осылайынан алып, крышкасын жауып, бұрап тастайтын боламыз. Менде осындай сұлулықтар шықты. Бізге ас болсын, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.